Ассалаумалейкум, бізде Хайландер 2011. Так, бұл жерде қызға ақау болып тұр. Автоматты беріліс қорабы бойынша кей жағдайда апаттық жағдайға түсіп қалады, аварийный режимге жүрмей қалады. Немесе 4-5-те қалып кетеді, болмаса бірге түседі, ұзақ 4-5 мың оборотқа барып салады келесі передачаға. Осындай ақау болып жатыр. Басында бір тексеріп егесімен бірге айдап көргенбіз, 20 км, 15 км. Мен пайымдауымша механикалық ақау бар деп ойладым, себебі бір қате болды. У 0111 мен 0101 ма, сосын скриншотын қоям, коншина бойынша. Бірақ ол қатемен жаңағы бүкіл параметрларды көріп тұрды бәрібір. Мен кеңесіммен де механикалық жағдайын тексеріп көріңіз дедім, коробочниктерге барып. Сонымен тексерткен, электрикадан деген проблема қайтып келді. Енді бүгін асықпай жақсылап тексердім. Шын мәнінде чек жанады, сол қате шыққан кезде блок двигателя коробкадағы поток данныйды көрмей қалады, керек параметрлар. Сондықтан аварияға түсіп қалады. Блок коробкада ешқандай ақау жоқ. АКП-ның ТЦМ-да жерде орналасқан қара. Енді осы блок ТЦМ мен блок двигательдің арасында коншина бойынша ақауды іздейміз. Лежачылардан өткем, сол кезде жанды ғой. Бір жерде контакт жоғалады. Так, достар, қазір екі коншинаға жалғандық, АКП-дан келетін. Бұда екі сым арқылы. Так, пакеттер осындай жүгіріп жатыр. Уақытын көбейтетін болса, нормальный пакеттері. Бізге пока ақау бар ма жоқ па көру үшін айдаған кезде осындай қойып қоямыз. Приблизительно формасын көрдік қой. Сосын айдап тексеріп көреміз, қандай пакеттер келеді, жоғалады, не болады. Так, жинап болғаннан кейін қазір айдап шықтық. Қате жоқ ешқандай. Майдың температурасы біраз айдадық, уже көтерілді ғой. Коробкадағы майдың температурасы қыздады машина. Бәрін көріп тұр, адекватно. Коншина адекватно екеуді жақсы жасап тұр пока. Пока ешқандай қате жоқ. Бағана айдап шыққан кезде бір кочкадан кейін негізі шыққан еді. Мына жақ мынандай. Так, көлігімізді айдап келдік боксқа. Осы номерге хабарлассаңыздар болады. В общем, коншина адекватный бәрі. Диагностикада ешқандай қате жоқ. Көріп тұрғаныңыздай, судың температурасы 90-да тұр. Температура АТ бәрін көріп тұр. Артқа шығамыз. Ешқандай ошибка жоқ. Соответственно, таблода да жоқ, чек ішіміз.